Все, ары қарай жалғастыра берейік. Қалғандарын потом участниктерді қабылдап отырамыз. Міне ірі ошақты кардиосклероз. Ірі ошақты кардиосклерозда міне қабатының қалыңдағанын байқауға болады. Ретімен бастайық. Бірінші атауы ірі ошақты кардиосклероз, жүктелуі регенерация, соның ішінде репарациялық, субституциялы және компенсациялық гиперплазия. Сипаттамасы жүректің салмағы мен мөлшерінің артуы байқалады. Және сол жақ қарыншаның қабырғасы қалыңдайды. Бағана көрсеттім ғой, сол жақ қарыншаның қабырғасы қалыңдайды. Бұлшықеттерінің көлемі артады. Миокардтың түсі қызғылт қоңыр болады. Қызғылт қоңыр түсті болады. Консистенциясы эластинді, серпімді болады. Және ақ түсті тығыз консистенциялы үлкен трансмуральды тыртықтарды көруге болады. Яғни бұл жерде кардиосклероз деп тұр ғой, даникертіні басады. Мына жерде көріп тұрсыздар ақ нелерді. Бұлар бізде уже даникертіндері. Мынау бізде жүректің сол жақ қарыншасы. Мына жерде де міне ақ тыртықтарды көруге болады. Бұл бізде бәрі даникертіндері. Мынау бізде сол жақ қарыншаның міне қалыңдағанын көруге болады. Бұлшықеттері үлкейген, көлемі үлкейген пішіні. Ал мынау ақтар бізде даникертіндері болып табылады. Себебі инфаркттан кейін тайбайды, қабыну, инфекция, аллергия, ревматизм, жүректің ишемиялық ауруы, жүрек ақаулары. Осыдан кейін дамиды. Адамдарды қабылдайсың. Асқынуы жүрек қызметінің жеткіліксіздігі, жүректің созылмалы аневризмасы, сосын бағанағы миокардтың жиырылу қызметінің бұзылысы, және тіннің көлемінің ұлғаюы байқалады. Өйткені бағана даникертіні жиналғандықтан тіннің көлемі ұлғаяды, асқынуы. Ал нәтижесі қолайлысы қалпына келеді, қолайлысы декомпенсация сатысына өтіп, некрозға ұшырап, адамды өлімге алып келуі мүмкін. Жүректің жіті жеткіліксіздігінің нәтижесінде. Осымен бізде макропрепараттар бітті, 33 макропрепарат. Макропрепараттар бойынша сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Мен микропрепаратты аша берейін. Микропрепараттар. Бастай берейін онда микропрепараттарды. Ең бірінші бізде аденокарцинома. Аденокарцинома бұл асқазанның аденокарциномасы. Препараты осындай болады. Препараттар осындай болады. Но бізде асқазан тіні көрсетілген. Және де ол жердегі мынау көріп түстер ғой, ұлғайып кеткен, бұлар бізде уже ісіктің бар екенін көрсетуге болады. Міне бірінші атауы асқазан аденокарциномасы. Асқазан аденокарциномасы, немесе оны безді карцинома деп атайды. Көбінесе кілегейлі қабықшалардың призмалық эпителийі мен бездердің эпителийінен дамиды. Призмалық эпителий мен бездердің эпителийінен дамиды. Және көбінесе безді мүшелерде кездеседі аденокарцинома. Аденокарциноманы жүктелуі ол бізде орган спецификалы, яғни асқазанда дамыса орган спецификалы, немесе басқа жерлерде дамыса биспецификалы болуы да мүмкін. Эпителийлік ісіктер, соның ішіне қатерлі ісікке кіреді. Аденокарциноманың құрамында ацинустық құрылым басым болады. Ацинус дегеніміз, яғни бездерді бөледі, және түтіктік құрылым, тубулалық және атипиялы бүрлі өсінділер болады. Ол бізде аденокарциноманың құрылысы. Және толысу дәрежелері олардікі әртүрлі болады. Толысу дәрежесі дегеніміз, яғни жасушалардың жетілу жетілмеу дәрежелері болып табылады. Білесіздер, қатерлі ісіктерде олардың жетілу дәрежесі негізі төмен болады. Себептері майлардың, нитраттардың және нитриттердің жоғарылауы, тағамдағы нитраттардың, нитриттердің жоғарылауы, алкогольді ішу, асқазанның созылмалы аурулары, басқа аурулардың нәтижесінде асқазанның бір бөлігін алып тастау, бағанада айтылды бұл. Асқазан полиптері, ойық жара, созылмалы гастрит, ішек метаплазиясы, дұрыс тамақтанбау, хеликобактер пилори. Хеликобактер пилори білесіздер, асқазанның ойық жарасын алып келеді. Ойық жарадан кейін бізде бұл асқазанның аденокарциномасы, асқазанның қатерлі ісігі дамуы мүмкін. Енді сипаттамасы шырышты қабаты мен бұлшықет қабатының әртүрлі мөлшердегі және формадағы бездік кешендерді көре аламыз. Бездік кешендер деп бағанағы көрсеттім ғой, кеңейіп кеткен. Солар бездік кешендер тіндік атипияға ұшыраған олар. Және олардың ядролары полиморфты болады. Бұл кезде уже көрдіңіздер ғой, микропрепаратты айтатын кезде уже ядро, цитоплазма, митохондриялар туралы айтамыз. Ядролар полиморфты әртүрлі мөлшерде және пішінде болады. Және ядролары гиперхромды болады.
гиперхромды дегеніміз яғни көп мөлшерде боялады, яғни тез боялады деген сөз ғой хромды деген. Гиперхромды болады және гиперхромды митоздар байқалады. Гиперхромды митоздар типтік және атиптік болуы мүмкін. Және олар пролиферативті деңгей ісігі бойынша белсенділігі орташа болып келеді. Пролиферативті деңгей деген, яғни өсу деңгейі бойынша орташа. Және бұлшықет қабатына еніп өседі, яғни бұны инвазивті өседі. Яғни өсу түрі инвазивті өсу болып табылады асқазан аденокарциномасында. Асқынуына қан кету, метастаз, перфорация деген тесілуі, яғни асқазанның тесілуі, асқазан флегмонасы, яғни асқазан іріңді қабынуы, кахексия болуы мүмкін асқынуында. Ал нәтижесі қолайлы бірінші стадиясы болса, ол ремиссия сатысына өтіп кету, бәсеңдеп қалуы мүмкін, немесе хирургиялық еммен асқазан резекциясын жасаймыз. Ал қолайсызы метастаздану, осы метастаздану нәтижесінде өлім болып табылады. Келесі микропрепарат өкпенің қоңыр индурациясы, немесе өкпенің созылмалы веналық гиперемиясы. Міне өкпенің қоңыр индурациясы. Бұны тоже сразу ұстауға болады. Мынау альвеола екені көрініп тұр. Альвеоланың қабаттары не істегенін, қалыңдағанын, ол жерде мынау қоңыр пигменттің дамығанын көруге болады. Қазір толық айтамыз оны. Бірінші атауы өкпенің қоңыр индурациясы. Өкпенің қоңыр индурациясы өкпеде веналық қан ұзақ іркілген кезде дамиды, яғни веналық гиперемия болған кезде дамиды. Жіктелуі міне қан айналым бұзылысы, веналық гиперемия, соның ішінде жалпы веналық гиперемия, соның ішінде созылмалы, сол жақ қарыншаның жеткіліксіздігі кезінде пайда болады. Соның нәтижесінде бізде өкпенің қоңыр индурациясы дамиды. Даму механизмі қазір айттық, сол жақ қарыншаның жеткіліксіздігі кезінде деп. Бұл жерде енді микропрепараттар талдағанда бояуын тоже айтуымыз керек. Бұл жерде бояуы гематоксилин иозинмен боялған. Соның нәтижесінде альвеолаларда сидеробласттар мен сидерофагтарда және лимфалық түйіндер мен тамырларда гемосидерин пигментінің әсерін қоңыр түсті гранулар шоғырланған. Міне гематоксилин иозинмен бояймыз ғой. Сол кезде бағана сидеробласттар, сидерофагтар деген білесіздер ғой, бағана веналық гиперемия болғандықтан, ол жерде қан іркіліп қалғандықтан, қанның құрамында гемоглобин болады. Гемоглобиннен бағана сидеробласттар, сидерофагтар сол жерге жиналады. Яғни бағана солар жиналғандықтан, оны гематоксилин иозинмен бояған кезде олар бізде қоңыр түсті гранулалар ретінде көрінеді. Қоңыр түсті гранулалар ретінде көрінеді. Және гемосидерин пигменті әсерінен болып табылады бұл қоңыр түсті гранулалар. Және бұл жерде альвеола аралық капиллар мен перделерде перибронхиялық тіндерде склероз дамиды. Склероз дамып қалыңдаған. Бағана айттым ғой, альвеолалардың перделері қалыңдаған. Мына жерде көруге болады. Мына жерде негізі бос кеңістіктер болу керек қой, ауаға толатын. Мына жерлерде бос кеңістіктер болу керек. Бірақ мына жерде бос кеңістіктердің кішкентай болып тұрған көріп тұрмыз. Соның нәтижесінде мына жерде склероз дамып қалыңдаған. Ал мына қоңыр пигменттер ол бағанағы сидерофагтар, сидеробласттардың гематоксилин мен иозиннен бояғандықтан осы қоңыр сияқты пигмент болып көрінеді бізде. Және бұдан басқа гематоксилин иозиннен басқа перлс реакциясы деген бар. Бұл кезде бос жатқан түйіршіктерді және альвеолаларда, бронхтарда, интраальвеолаларда, септумдарда, перибронхиал тіндерде, лимфа тамырларында түйіршіктерді көре аламыз. Бұл бізде перлс реакциясы. Бұл перлс реакциясында бұл кезде бізде темірдің болуына байланысты берлин лазурасының пайда болуы болады. Бұл кезде бізде гемосидерин түйіршіктерінің түсі көкшіл жасыл болады. Көкшіл жасыл мына жерде көрсетілген перлс реакциясы. Мына жерде көрсетілген көкшіл жасылға боялған, көрдіңіздер ғой, қан үйінділері бағанағы. Бұл бізде перлс реакциясы. Мына жерде де байқауға болады перлс реакциясын. Яғни бұл жерде екі реакцияны жазасыздар, бағана гематоксилин иозинмен боялған, сосын перлс реакциясын жазасыздар. Біреуінде қоңырға, біреуінде көкшіл түске боялады. Сосын себептері жүрек жеткіліксіздігі, кардиосклероз, тыртық тінмен қысылуы, жүректің ишемиялық ауруы, жүрек кемістігі, созылмалы миокардит, миокард инфарктісі және ағза веналардың тромбозы, асқыну, пневмосклероз, іркілулік склероз, гипоксия, ісіну, дистрофия, некроз. Қолайлы нәтижесі қанның таралып кетуі, ал қолайсызы өлім болып табылады. Келесі препарат ол бізде үшінші гепатоциттердің вакуольді дистрофиясы. Вакуольді дистрофия, мына жерде вакуольдердің, яғни ол жерге сұйықтық жиналу нәтижесінде дистрофия ұшыраған, осында көпіршіктенген тәрізді сұйықтықтардың жиналуын көреміз микропрепаратта.
Бірінші атауы гепатоциттердің вакуольді дистрофиясы, жіктелу дистрофия, паренхималық дистрофия, соның ішінде гидропиялы немесе сулы дистрофия деп атаймыз. Даму механизмі бұл жерде су мен электролиттердің және белоктардың алмасу бұзылу нәтижесінде бізде коллоидты осмостық қысымның өзгеруі нәтижесінде бағанағы бізде паренхималық дистрофия пайда болады. Сол паренхималық дистрофияның ішінде именно гидропиялы сулы дистрофия пайда болады. Себептері бізде вирустық немесе уытты әсерден пайда болатын гепатитті жатқызуға болады, бауыр қызметінің жеткіліксіздігі жатқызуға болады, және терінің эпидермисінде инфекцияның немесе терінің сулы ісінуі пайда болған кезде тоже осы гидропиялық дистрофияның пайда болуы көрінеді бізде. Сипаттамасы міне бауыр гепатоциттерінде суға толған мөлдір вакуольдер көп және көлемі ұлғайған. Осы міне вакуольдерді жазасыздар, және жасушаның ядросы бұл жерде шетке ығыстырылады, және кейде көпіршіктенеді, бүрісіп қалады кейде. Асқынулары бұл жерде бауыр қызметінің жеткіліксіздігі, негізі көбінесе қолайсыз нәтиже болады, және фокальды колликвациялық некрозбен аяқталады. Сулы неде білесіздер ғой, колликвациялық некроз болады, фокальды колликвациялық некроз. Фокальды деген, яғни белгілі бір ошақтағы некроз айтамыз, фокальды деп. Келесі препарат бізде гепатоциттердің гиалинді тамшылы дистрофиясы. Бұл жер екеуі ұқсайды, көрдіңіздер ғой, гиалинді тамшылы және вакуольді дистрофия. Осы екеуін шатастыра алыңыздар, екеуі де паренхималық дистрофия жатады. Бұл кезде міне ерекшеліктерін қазір айтатын боламыз. Бірінші атауын жазасыздар. Бұл кезде гиалинге ұқсас ірі белок тамшылар пайда болады. Ана жерде бағана суға толы болды ғой. Бұл кезде уже гиалинге ұқсас ірі белок тамшылар пайда болады, және олар цитоплазманы алып жатады полный. Және бұл кезде бізде декомпозиция деген не бар еді ғой, даму механизмі, яғни ультра құрылымдардың бұзылысы, яғни ультра құрылымдар бұзылады бізде. Бұл даму механизміне жатады. Жіктелу бағана паренхималық дистрофия, соның ішінде белоктық, соның ішінде гиалин тамшылы дистрофия. Себептері ұқсайды: вирусты гепатит, интоксикация, алкогольді гепатит, біріншілікті билиарлы цирроз. Міне бағана айттым ғой, даму механизмі декомпозиция, сосын бұрмаланған синтез. Бұрмаланған синтез деген білесіздер, қалыптыда кездеспейтін алкогольдық гиалин белогының синтезделуі, яғни басқа заттар пайда болып кетеді уже гепатоциттерде. Морфогенезі бұл жерде міне малори денешіктерінің айту керек, малори денешіктері бағанағы ерекшелігі болып табылады. Ол көбінесе ядроға жақын ошақта пайда болады, және негізінен шекаралар айқын емес, және және олар пішіні әрдайым дөңгелектенбейді. Пішіні әртүрлі болуы да мүмкін деген сөз ғой. Бағана малори денешіктерін айттық. Бұл жерде және айта кететін жайт, митохондрияның эндоплазмалық тордың бұзылуы байқалады. Бағана ультра құрылымдардың бұзылуы байқалады. Асқынуы, бауыр қызметінің бұзылуы, некроз, фибриноз, склероз дамуы мүмкін. Нәтижесі көбінесе жағымсыз, бағанағыдай фокальды коагуляциялық некроз дамиды. Бағана аяқта колликвациялық некроз болды ғой, аяқта уже коагуляциялық некроз дамиды. Келесі препарат ол бізде артериолалар гиалинозы. Артериолалар гиалиноз дегеніміз, яғни артериолалар деген білесіздер ғой, қантамырлық кіші микрокантамырлардың гиалинмен бітеліп қалу нәтижесінде пайда болады. Мына жерде гиалин басқан, мына жерде көріп тұрсыздар, гиалин басқанын көріп тұрсыздар. Мына жерлерде гиалиноз. Гиалиноз дегеніміз ол білесіздер ғой, белок, яғни аномальды белоктар болып табылады. Қантамырлар қабырғасының гиалинозы көбінесе міне ұсақ артериялардың қабырғасында бір текті кемескі гиалинді шеміршек тәрізді гиалин белогы түзіледі. Көмескі, жіктелуі дистрофия, строматамырлық дистрофия, соның ішінде гиалиноз, диспротеиноз, яғни белокты, соның ішінде гиалинозға кіреді. Себептері гипертониялық ауру, яғни қан қысымы жоғары адамдарда, диабеттік микроангиопатиясы бар адамдарда, қабыну кезінде, склероздың жалғасы ретінде осы гиалиноз дамуы мүмкін, және фибриноидты ісіну кезінде тоже осы бізде қантамырлар қабырғасының гиалинозы дамуы мүмкін. Даму механизмі ангионевроздық, метаболизмдік, иммунопатологиялық процестерден дамуы мүмкін, және ол жердегі құрылымдар ыдырап, тін тамыралық өткізгіштердің артуы, яғни плазморагия салдарынан ол плазмалық белоктар еніп, ол талшықтық құрылымдарға сіңіп, гиалин белогы түзіледі. Бұл жерде яғни гиалин белогының қалай түзілетіні туралы жазамыз даму механизмі кезінде. Және тамырлық гиалиноздың патогенез тұрғысынан үш түрге бөліп қарастыруға болады.
ол бізде қан плазмасынан өзгермей немесе сол өзгеріп шыққан компоненттерден түзілген жай гиалин. Ол бізде көбінесе жай гиалинді айтамыз. Ол бізде қатерсіз гипертония ауруы, атеросклероз және кейде даже дені сау адамдарға да тән болып келеді. Екіншісі ол бізде липидті және бета липопротеидтерден тұратын дипогиалин деп аталады. Ол бізде көбінесе қантты диабетпен ауыратын адамдарда пайда болады. Және иммундық кешендерден тұратын гиалиндер болады. Ол бізде ревматизмдік ауруларға тән. Ревматизмдік ауру білесіздер, аутоиммунды ауру. Сондықтан бұл иммундық кешендерден тұрады. Сипаттамасы эндотелий аймағында, эндотелийдің астында кеңістікте түзілген гиалинді эластикалық табақшалар сыртқа қарай ығысады. Гиалинді эластикалық табақшалар сыртқа қарай ығысады. Және олар осы қан тамырлардың целостын бұзып кетуі мүмкін. Және ортаңғы қабықшаны жұқартады. Яғни қан тамырлардың мезотелий қабырғасын, ортаңғы қабықшасын жұқартады. Және бұл жерде артериолалардың қабырғасының қалыңдағанын көруге болады. Саңылаулары тарылады, немесе толық бітелген шыны тәрізді түкшелерге айналады. Яғни немесе толық бітелуі мүмкін, немесе тарылуы мүмкін. Енді асқынуы гипертониялық артериологиалиноз, диабеттік артериологиалиноз және иммундық аурулар. Нәтижесі көп жағдайда қолайсыз болып келеді. Және гиалинді масса қайта сіңірілуі де мүмкін. Бұл уже қолайлы жағына келеді, қайта сіңірілсе. Ал қолайсыз жағы бағана артериолалардың бітелуі нәтижесінде ол некрозға, яғни қабынуға алып келуі мүмкін. Келесі препарат ол бізде эндометрийдің гиперплазиясы, бездік кисталы гиперплазиясы. Препаратым осындай болып кетті, микропрепараты. Гиперплазия көрдіңіздер уже безді жасушалар ұлғайған, саңылаулары кеңейген болып келеді. Бұны да сразу табуға болады, яғни есте сақтауға оңай. Атауы эндометрийдің бездік кисталы гиперплазиясы. Жіктелуі бұл бізде адаптацияға кіреді. Адаптация, гипертрофия, соның ішінде жүйке гуморальды гипертрофия, оның ішінде эндометрийдің бездік кисталы гиперплазиясы. Сипаттамасы эндометрий қалыңдаған, эндометрий деген жатырдың ішкі қабаты қалыңдаған, стромасы көп болады, бездері ұлғайған, бағана қуыстары кең болып тұр ғой, сол бездер бізде, бездері ұлғайған, саңылаулары кеңейді және киста түседі. Бездердің саны артады және олар бұралған кейде болуы мүмкін, яғни бұрмаланған кейде болуы мүмкін. Және эндометрийдің қабынуы сирек кездеседі бұл жағдайда. Бұл себептерін айта кететін болсақ, гормондық бұзылыстар көбінесе гормональды реттелу, гормональды бұзылыстар кезінде пайда болады. Эстрогендердің, прогестерондардың жетіспеушілігінен асып кетуі болуы мүмкін. Және экстрагенитальды ауруларда қант диабеті, жоғарғы қан қысымы, семіздік, қалқанша безінің аурулары, сүт бездері және бүйрек үсті бездері аурулары кезінде, жыныс мүшелерінің қабыну аурулары, аборт кезінде, аденомиоз, жатыр миомасы, поликисталық реверсті синдром және мұрагерлік деген, яғни тұқым қуалаушылық сипаты бар деген сөз ғой, эндометрийдің бездік гиперплазиясы кезінде. Асқынуы қатерлі ісікке көшуі мүмкін, бұл бізде ракалды процесс болып табылады. Және рецидив беруі мүмкін, қан кету, акромегалия, созылмалы анемия дамуы мүмкін. Акромегалия деген ол бізде гормондық бұзылыстардан дамиды. Нәтижесі бағана гиперплазияны асқынып, қатерлі ісікке айналып кетуі, қолайсызы осы қатерлі ісікке айналу, яғни малигнизация. Келесі препарат ол бізде іріңді менингит. Іріңді менингиттің препараты осындай міне. Іріңді менингит. Атауы іріңді менингит, жіктелуі эксудациялық қабынудың ішінде іріңді қабынуға кіреді. Соның ішінде флегмонозды түріне жатады, іріңді қабынудың флегмонозды түріне жатады. Себептері бұл бізде қоздырғыш менингококк, соның нәтижесінде пайда болады. Және бұл метастазданады, гематогенді жолмен метастаздану мүмкін, ол миға барып ену мүмкін, яғни барьерден өтіп, миға қарай метастаздану мүмкін. Және бұл кезде септикопемия да дамуы мүмкін, яғни бактериялардың түсуінің нәтижесінде. Сипаттамасы іріңді менингит кезінде мидың жұмсақ қабығы жұқарған және нейтрофильдер инфильтрацияланған, яғни көптеген нейтрофильдерді көруімізге болады. Сосын ми қабаттарының тамырының кеңейгенін, қан толғанын, нейрондардың дистрофияланғанын,
нейрондардың дистрофиялық өзгерістерге ұшырап глиальды клеткалардың пролиферацияланғанын көруге болады, яғни глиальды клеткалар көбейіп кетеді және мида перицеллюлярлы периваскулярлы тініне су сіңіп ісінгенін көруге болады, яғни ми тінінің периваскулярлы және перицеллюлярлы ісінгенін байқауға болады. Бұл кезде сосын асқынуларына нейтрофильдердің лейкоцитозы байқалады. Көбінесе бұлшықет тонустарының төмендеуі және депрессия, өйткені бұл жерде мида процесс болып жатқан соң депрессияға түсіп кетуі мүмкін науқас. Сосын уытты шок, менингоэнцефалит дамуы мүмкін, яғни асқыну нәтижесінде, және кисталар, қан құюлар, мидың атрофиялары бұл асқынуларына жатады. Нәтижесі қолайлы, уақытылы және дұрыс емдеу кезінде іріңді менингитті емдеуге болады, қолайлысына. Ал қолайсыз кезінде астения, яғни адамның арықтап кетуі, ликворлық динамикалық бұзылулар, ликвор сұйықтығының дұрыс синтезделмеуі нәтижесінде құлақтың естімей қалуы, нейросенсорлық құлақ мүкістігі, яғни құлақтың естімей қалуы, сосын айқын әлсіз ошақтық симптомдар байқалуы мүмкін, және көбінесе 14% жағдайда өлімге алып келеді. Бұл қолайсыз жағдайы. Бұл іріңді менингит препараты. Келесі препарат бізде бауырдың майлы дистрофиясы, қаз бауыр. Бұны алдында макропрепаратта да айтып кеткенбіз. Енді тек микропрепаратын талдайтын боламыз. Міне осындай майлардың көп жиналғанын байқауға болады. Гепатоциттерде міне домалақ болып тұр. Осы майларды жиналғанын көруге болады. Бұл жерде атауы жікелін айтпай қойын, кеше айтқан болатын. Бұл жерде бояуын айту керек. Бұл жерде егер гепатоциттерді гематоксилин иазимен бояған кезде, майлар бізде гематоксилин иазимен боялмайды, осыны есте сақтап алыңыздар. Олар бізде бос вакуольдерге ұқсап, бағана көрсеттім ғой, бос андай домалақ болып жатты ғой, олар бізде гематоксилин иазимен боялған. Егер судан үшпен бояйтын болсақ майлы тіндерді, онда ол сары қызғылт түске боялады, май тамшылары. Бұл мына жерде бағана көрсетілген. Мынау сары қызғылт не көріп тұрсыздар ғой, мынау препаратты. Бұл жерде судан үшпен боялған. Ал мына жерлерде гематоксилин иазимен боялған. Мынау домалақ іші бос жатқан қуыс вакуольдер сияқты. Бұлар бізде май тіндері негізінде. Бұл гематоксилин иазимен боялған. Осы екі бояуды жаттап ситуационкада келеді бұл тоже. Себептері алдыңғы кеше макропрепаратта айтылды. Енді бұл жерде несін айту керек? Сипаттамасын айту керек. Бұл алкогольдік сиатоз кезінде дамуы мүмкін, майлы гепатоз, бауырдың майлы дистрофиясы. Бағана бос вакуольдерге ұқсайды, мен жазылған бос вакуольдерге ұқсайды. Және бұл жерде гепатоциттердің ядролары шеткерге қарай жылжиды, және нейтрофильді лейкоциттердің ошақтарын көруге болады, инфильтрациясын көруге болады, және көбінесе этиологиясы бауыр стеатозының алкогольдік этиологиясы болып табылады. Нәтижесі асқынуы барлығы макропрепаратқа ұқсайды, кеше айтылған болатын бұл. Бұл жерде микрода тек бояуы мен микросипаттамасы сәл өзгешелік болады. Келесі препарат өкпенің майлы эмболиясы. Мына жерде тоже май тіндері судан үшпен боялған. Мен жазып тұр, судан үшпен боялған. Қызыл сары түске боялған. Мына жерде де судан үшпен боялған. Ал мына жерде міне гематоксилин иазимен боялған. Май тіндері бізде бос вакуольдерге ұқсап жатыр. Бұл жерде майлы эмболияда қан тамырларын майлар бітеп қалады. Соның нәтижесінде бізде өкпеде, бүйректе, мида инфаркттер дамуы мүмкін. Және де жіктелуіне келетін болсақ, бұл білесіздер ғой, негізі эмболдардың түрлері көп. Соның ішінде именно майлы эмболияға жатады. Және бұл тағы да бөлінеді, қан ағысына сәйкес бөлінеді. Ортоградты, яғни қан ағысымен бірге, және ретроградты, қан ағысына кері бағытты. Көбінесе осы ортоградты түрі кездеседі, қан ағысымен бірге. Және парадоксты деген түрде болады. Бұл тікелей артериялық жүйеге өту болып табылады. Яғни сырттан келеді бұл кезде, парадоксты кезде. Өзі ортоградты эмболияның өзінің үш түрі болады. Кіші қан айналым шеңберінде, үлкен қан айналым шеңберінде және қақпалық венада деп бөлінеді. Мынау бізде өкпедегі майлы эмболия, бұл бізде кіші қан айналым шеңберіндегі түріне жатады осы майлы эмболияның. Себептері сүйек кемігінің, яғни сынық кезінде, сүйектер сынған кезде сүйек кемігінің қан ағымына түсуінің нәтижесінде пайда болады. Немесе май ертісінен дайындалған дәрілерді немесе контрасттық заттарды құйған кезде, дәрілер немесе контрасттық заттар, немесе сынықтар жарақат кезінде пайда болады. Осыны сақтағаныздар естеріңізде. Міне судан үшпен немесе судан төртпен бояуға болады. Осми қышқылмен де бояуға болады, осми қышқылмен де. Және
бұл кезде майлоэмболия дамыған мүшенің макро бейнесі өзгермейді, тек микро бейнесі өзгеруі мүмкін. Бұл жерде альвеолалық перделердің кеңіген қылтамырлары мен артериолаларында май тамшыларының қызғылт сары түске боялғанын көреміз микропрепаратта. Асқынуы өкпенің жедел жеткіліксіздігі нәтижесі май эмульсияға немесе сабынға айналып, оны липофактор сіңіріп жояды. Липофактор деген майды сіңіретін жасушалар. Соның нәтижесінде ол қайтып орнына келеді. Бұл қолайлы. Егер қолайсыз болса, ол сіңірілмеген жағдайда, яғни көп май болған кезде оны үлгермейді сіңіріп. Соның нәтижесінде өкпенің жедел жеткіліксіздігі, жүректің тоқтауынан адам өліп кетуі мүмкін. Қолайсызы өлім. Келесі препарат ол бізде бүйрек инфаркті. Бүйрек инфаркттың препараты осындай нефрондардан шумақшаларды көріп отырсыздар. Мына жерде мына қан үйінділері қызылмен естелген қан ошақтары. Инфаркт деген білесіздер ғой, қан дұрыс бармау нәтижесінде немесе геморрагиялық инфаркт болуы мүмкін. Жіктелу некроз, соның ішінде қызыл инфаркт. Қызыл инфаркт, яғни эритроциттердің нәтижесінде пайда болады қызыл инфаркт. Себептері артериялық тромбоз, артериялық тромбпен бетілеуі, артериялық эмболия, атеросклероз, қатерлі ісіктер кезінде бүйрек инфаркті дамиды бізде. Сипаттамасы бүйректің ишемиялық инфарктісі, бүйрек тіндерінің некрозы, бүйрек тіндері бізде нефрондар некрозға ұшырайды. Кариолизис, ядросының нестеуі, кариорексис, плазмолизис, плазморексис және қан кетумен толық қанды тамырлармен қоршалған және қабынулық демаркациялық аймақтары бар. Яғни бағана қан кеткеннен кейін олардың сыртын демаркациялық аймақ қоршап жатады, қабыну аймағы. Асқынуы бүйрек жетіспеушілігі, қан айналым бұзылыстары. Бұл бізде асқынуына жатады. Нәтижесі қолайлы нәтиже немесе қолайсыз нәтиже болады. Қолайлы нәтижесінде егер бастапқы кезде не істесе, бағана тромбты ыдырату арқылы ол қайтымды процесс болып келеді. Ал қолайсыз болса, ол бағана уже ешқандай іс-шара қабылданбаса, ол тотальды некрозға алып келеді. Және соның нәтижесінде бүйректің жедел жеткіліксіздігі, соның нәтижесінде адам өлімге алып келеді, қолайсыз нәтижесі. Бұл бүйрек инфаркті препараты. Келесі препарат бізде каверналық гемангиома. Каверналық гемангиома. Бұл бізде ісіктерге жатады, білесіздер, бауырдың каверналық гемангиомасы. Кеше талдағанбыз бұны, негізі макропрепараты, бұл микропрепараты. Бұл жерде де көріп тұрсыздар, қан ошақтары, яғни эритроциттерге байланысты қызыл түске боялған. Және осындай үлкен тәрізді құрылымдарда болады. Бірінші атауы бауырдың каверналық гемангиомасы. Гемангиома ол бізде дисембреплазиялық және бластомалық жаңа құрылымдардан пайда болады, яғни ісік. Гемангиома кеше айттық, түрлері болады деп, капиллярлық, веналық, каверналы. Именно осы бауырда бізде каверналық гемангиома дамиды. Жіктелуі ісік, қатерсіз мезенхималы ісік және бауырдың каверналық гемангиомасы. Кеше айтып кеттік механизмдердің себептерін барлығын. Бұл жерде енді сипаттамасын айтамыз, микросипаттамасын. Ісік тіні эндотелиймен астарланған, және қанға толы, бағана айттық, қанға толы, әртүрлі көлемдегі, яғни біреу үлкен, біреу кіші, дұрыс емес пішінді қуыстарды көре аламыз. Қуыстар, яғни каверналарды көре аламыз. Каверна деп қуыс деген сөз ғой. Дұрыс емес пішінді қуыстарды көре аламыз. Және олардың басқа сау тіндермен шекарасы біркелкі емес болып табылады. Бірақ микроскоппен қарағанда оларды жақсы анықтауға болады. Себебі олардың фиброзды капсуласы болады. Яғни шекаралары айқын деп жазасыздар микропрепаратқа. Қалғандары кеше айтылған, ертең запистен кеше сабақта болғандар біледі, немесе запистен қарап алсаңыздар болады. Келесі препарат бізде бұл бітті, алғашқы 11 препарат. Енді келесі 12-ші препараттан бастаймыз. Келесі 12-ші препарат ол бізде лимфа түйінінің казиозды некрозы. Лимфа түйінінің казиозды некрозы бұл бізде неге кіреді? Немесе казиозды некрозы ол бізде некрозға кіреді. Соның ішінде коагуляциялық некроз, соның ішінде казиозды. Бұл бізде жіктелуі. Коагуляциялық некроздың жіктелуі. Негізі түрлері болады. Ірімшікті жіктелу коагуляциялық некроздың өзі. Балауыздық, фибриноидты және стеатонекроз. Именно біз таңдап атқан лимфа түйінінің казиозды некрозы ол бізде ірімшікті түріне жатады. Өйткені туберкулездан дамиды ғой бұл бізде. Сипаттамасы лимфа түйінінің тінінде қызғылт түске боялған, қызғылт түсті болады, қызғылт түске боялған, құрылымсыз масса түрінде некроздың үлкен ошақтарын көруге болады. Некроздың үлкен ошақтары, қызғылт түске боялған некроздың үлкен ошақтарын көреміз. Ол жерде бұл бағана айттық қой, қабыну болғандықтан
лимфоциттер, эпителиоидты жасушалар, пирогов, лангханс көп ядролы жасушаларын көреміз. Және олар бұл қабыну орталығының шетінде орналасқан. Және бұл жерде біз микропрепаратта үш аймақты көреміз. Бірінші аймақ бағана некрозды аймақ, некроз болып жатқан ортасындағы аймақ. Екіншісі демаркациялық аймақ. Демаркациялық аймақта бағана эпителиоидтар, лимфоциттер, макрофагтар, пирогов, лангханс жасушалар болады. Бұл бізде бағана шетінде некроздық ошақты орап тұр деп айтуға болады. Және үшіншісі ол бізде сау түндер. Бұл бағанағы демаркациялық аймақтың шетінде жатады. Бұл жерде бізде лимфа түйінінің фолликулдары, ядроларын және ұсақ қан тамырларды көруімізге болады. Себептері туберкулез, сифилис, саңырауқұлақ түрлерімен уланғанда гистоплазмоз, криптококкоз, кокцидоидомикоз, яғни бұл саңырауқұлақтың түрлері осымен уланған кезде пайда болады. Бұл лимфа түйінінің казиозный некрозы. Және асқынулары интоксикация, улану, іріңді ыдырау, сепсис, яғни іріңнің қанға түсуі сепсис. Нәтижелері жағымды тыртықтану, инкапсуляция, петрификация, организация, мумификация болады. Ал жағымсыз несіне іріңді ыдыраумен сепсис жатады бізде. Бұл жағымсыз нәтижелеріне. Міне бағанағы үш аймақты көрсетіп кетейін сіздерге. Бірінші аймақ міне некрозды ошақ, екіншісі демаркациялық аймақ, үшіншісі уже сау түндер. Міне осы үш аймақты бөліп қарастырамыз бұл кезде. Осы үш аймақты обязательно жазу керек. Келесі ол бізде бас миға қан құйылу. Кеше де айтылған, бас миға нүктелі қан құйылу деп аталады. Препарат, микропрепарат кеше айтылды бұл негізі. Бұл кезде гематоксилиазимен боялады. Бұл кезде енді микропрепаратты айтып кетейік. Миға қан құйылып, тіні бұзылады, яғни дистрофиялық өзгерістер болады, құрылымы жойылады, қан жасушалары әсіресе лизиске ұшыраған, және ол жерде эритроцитер көп шоғырланған болады. Диапездік жолмен қан кеткен кезде ол жерде бізде петехияны көреміз. Диапезіздік деген ол яғни қан тамырдың өткізгіштігінің жоғарылауының нәтижесінде ол жерде қанның формалық элементтерінің сол сау түндерге өтіп, сол жерде петехияның қалыптасуын көреміз. Бұл жерде осындай қызыл ошақтар пайда болады. Қызыл ошақтар пайда болады. Және қан ошақтарының айналасындағы периваскулярлық, яғни қан тамыр қабырғасында, және перицеллюлярлық басқа стромалардың қасында су сіңгенін көруге болады. Судың бас миында ісіну пайда болады. Және нейрондарда дистрофиялық өзгерістер, сидеробласттар мен сидерофактардың жиналуын, және глиялық жасушалардың пролиферациясының жоғарылауын, яғни көбейгенін көре аламыз. Бұл кезде эритроциттер ұсақ тамыр айналасында шоғырланып, қан митіңіне сіңген нейрондар зақымдалған болады. Осы заттарды жазып, бағана алдында айтылдық қой, бұл сол қайталанады. Кеше себептері, асқынуы, нәтижелері кеше айтылған. Бұл жерде тек микросипаттамасын ғана айтып кету керек. Келесі препарат ол бізде ірі ошақты кардиосклероз. Бағана макропрепаратын талдадық, ірі ошақты кардиосклероздың. Енді микропрепараты. Микропрепараты мына жерде кардиомиоциттерді көріп тұрсыздар. Кардиомиоциттердің мына жерде дәнекер жайлаған. Сарымен белгіленген, бұл бізде дәнекер тіні. Көріп тұр ғой, дәнекер тінімен жайланған. Мына жерде тоже ақтар болып бізде дәнекер тіндері болып табылады. Бұл кезде енді бояуы вангизон деген бояумен боялады. Осы бояуды жаттағаныңызда, ірі ошақты кардиосклерозда вангизон бояу деп жазасыздар. Бұл кезде вангизон бояуының мақсаты дәнекер тінді анықтау. Бұл кезде қалыпты жасушалар жасыл сары түспен, ал склероз дәнекер тіні бізде қызыл түспен боялады. Бұл кезде бізде кардиомиоциттерді, аралық тінді қан тамырларын көруімізге болады. Бағана вангизон бояуы мына жерде болуы мүмкін. Мына жерде қызыл түспен боялған ғой, дәнекер тіндері. Осы бізде вангизон бояуы кезінде пайда болады. Жіктелуін бағана айттық. Сипаттамасын айта кетейік, микросипаттамасын. Миокардта лимфоцитті, макрофагты, инфильтраттарды көреміз, кардиосклероз болғандықтан. Және шамалы сидерофагтардың шоғырланғанын тоже көруге болады. Және толық қанды тамырлары бар ауқымды тыртық жайлаған, яғни склероз дәнекер тінді басқан. Кардиомиоциттердің ұлғайғанын көреміз, гипертрофияланғанын көреміз. Сау кардиомиоциттер гипертрофияланған, себебі бағанағы дәнекер тіні басқан аймақ уже қызметін атқармайды ғой. Бізде компенсацияда өткен болатынбыз, олардың қызметін басқа сау тіндер атқарады, олар уже гипертрофияға ұшырайды. Міне гипертрофияланған, жуандаған, және бұл көбінесе инфаркттан кейін пайда болады, және аралықтан ісінген қан тамырлары склерозданған.
тура бағанағы макро сипаттамасына ұқсайды, бірақ бұл жерде уже микроскоппен көрген кездегісін жазамыз. Келесі препарат ол бізде липома. Бұл бізде тоже ісікке жатады, май тіндерінің ісіктеріне жатады. Бұны тоже анықтауға болады. Міне май тіндері өте көп жағдайда үлкейіп, және де өте көп вакуоль тәріздес болып табылады. Бұл жерде гематоксилиазимен боялған қатерсіз мезенхиалды жетілмеген май тінінің қатерсіз ісігі. Қатерсіз ісік болып табылады бұл май тінінің сипаттамасы, микросипаттамасына келетін болсақ, ісік әртүрлі көлемдегі май жасушаларымен айқын көрінеді. Май жасушалар айқын көруімізге болады. Және бұл жерде дисплазия. Дисплазия дегеніміз, яғни ол жерде бұл тін болмау керек, бірақ мына жерде май тінінің ісігі болғандықтан ол жерде май тіндері өте көп болып кеткен. Май жасушалары өзара дәнекер-тінінің жіңішке жалпақ перделерімен бөлінген. Май жасушаларын бағана анық көрдік қой, өйткені ол пердемен бөлініп тұр. Және липоциттердің жасушалық атипиясы жоқ. Білесіздер, қатерсіз ісіктерде атипия жоқ болады. Айқын шекаралары бар, жұмсақ серпімді, консистенциясы серпімді болады, және дөңгелек капсулаланған болады. Яғни капсуласы болады, және жұқа сұр түсті дәнекер тінінің қабаттары май тінімен ұсынылған, яғни май тінін бөліп жатады бағана дәнекер тіндері. Себептері май алмасуының бұзылуы, гормондық бұзылыс, жануар майын көп қолдану, қантты диабет, генетикалық ақау, гиподинамия. Осы себептердің нәтижесінде бізде липома қатерсіз ісік дамиды. Асқынуы, липома өсіп қоршаған тіндерге қысым жасау мүмкін, яғни компрессиялық қызмет көрсету мүмкін, қан тамырларды немесе нервтерді қысып қалу мүмкін, немесе уже қатерлі ісікке малигнизациялануы мүмкін. Нәтижесі хирургиялық ем, жағымды нәтижесі, жағымсыз басқа органдардың компрессиясы және малигнизацияланған қатерлі ісік. Бағана айтып кеттік. Енді келесі препарат ол бізде миокард липофуцинозы. Липофуцинозда бізде мынандай түйіршіктер пайда болады. Ол бізде миокардтың өзі. Миокардты сразу анықтау болады, осындай көлденең бұлшықеттер болады. Миокард липофуцинозы бұл жерде көбінесе гематоксилиазимен боялады, бірақ оны судан үшпенде бояп анықтауға болады. Осын жаттап алыңыздар. Екі жіктелуі бар. Адаптация, компенсация, атрофия. Бұл кеше негізі айтылған, жүректің қоңыр атрофиясы деген. Сол кезде жіктелуі тоже барлығы айтылған. Бұл жерде сипаттамасын айтып кетейік кейін. Бұл кезде кардиомиоциттерде ядролардың арасында сарғыштау, қоңыр түсті пигментті көреміз. Сарғыштау, қоңыр түсті пигмент липофуциннің түйіршіктерін көреміз. Олар сол жерде жиналған болады. Және перинуклеарлы түрде анықталады. Перинуклеарлы дегеніміз ядроның маңында, көбінесе бұлшықет жасушаларының ядроларының маңында осы липофуцин түйіршіктері болады. Және олар кардиомиоциттер атрофияға ұшырап, склероз дамыған, стромаға су сіңіп, строма сіңген. Бұл микросипаттамасы. Бұл кеше қалғандары кеше айтылып кетті макропрепаратта. Енді келесі препарат ол бізде аралық миокардит. Аралық миокардит ол бізде миокардтың қабынуы, ол аралық тіндерінің қабынуы болып табылады. Ол гематоксилиазимен боялады. Қабыну, пролиферациялық қабыну, соның ішінде аралық интерстициялық қабыну. Миокард стромасында макрофагтардың, лимфоциттердің, плазмалық жасушалардың, полиморфты ядролы лейкоциттердің, фибробласттардың инфильтратын көреміз. Және майлы және ақуыздық дистрофия, склероз, некроз, апоптоз, қабынулық гиперемия дамығанын байқаймыз. Және бұл жерде рустель денешіктері пайда болады. Ол бізде фуксинфилді немесе гиалин шарлары секілді болады. Олар бізде бағана инфильтраттардың нәтижесінде пайда болады. Және нейтрофилдер мен эзинофилдерді де байқауға болады. Қабыну болғандықтан осындай элементтер көп болады. Себебі аллергия, тромбоэмболия, вирустар, бактерия, асқынуы, кардиосклероз, жүрек қуыстарының кеңеюі, созылмалы жүрек жеткіліксіздігі, өткізгіштігінің төмендеуі. Жағымды көбінесе симптомсыз жүреді, толық жазылумен аяқталады, ал жағымсыз жағына склерозды айтуға болады. Біз 1 минуттан